Футзалдан әлем чемпиондарын жеңдік. Кәсіпқой бокс кеші өтті. Одан бөлік UFC-де біз чемпион атануымыз мүмкін. Бұның барлығы дәл осы аптада орын алды. Бұл аптаның жаңалықтарын барлығын қосып тұрып біз сіздерге ұсынамыз. Кеттік! Ассалаумағалейкум, құрметті бокс мотив арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін сіздермен керемет жаңалықтармен апта қорытындысын жасаймыз, және оған дейін айта кететін ең үлкен жаңалығымыз, біз әне-міне дегенше 5000 оқырманға да жеттік. Бұл сіздердің арқаларыңыз, құрметті чемпион. Сондықтан да арнаға әрдайым лайк басып, комментарий жазып, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Ең бірінші мына жаңалыққа тоқталайық, құрметті ағайын. Бұл ең үлкен жаңалық, бұл біздің мақтанышты, керемет жаңалығымыз. Бұл футзалдан действующий дейді ғой, шынайы ең соңғы чемпиондарды Португалия ұлттық құрамасын жеңдік 2-1 есебімен. Бұл эмоцияға толы ойын болды. Жігіттер шынымен де жылатты. Бастамай жатып, өздері де әнұран айтып отырып, өздерінің патриоттық сезімдерімен жылап та алды. Осындай керемет ойыннан кейін біз ұлттық құраманы шынымен де ары қарай жақсы көреміз. Ұлттық құрамаға енді 1-8 ойындарында жеңіске жетті, 1-4 ойындарында Аргентина құрамасымен дәл бүгін ойнайды. Дәл қазір осы видеоны көріп болғаннан кейін құрамаға жанкүйер болыңыздар. Осы құрама ары қарай осы 1-4-тен өтетін болса, 1-2, яғни финал, бұның барлығы біз үшін келіп тұрған, сәті түсіп тұрған жеңістер секілді көрініп тұр. Яғни жеңістің ауылы алыс емес. Бұл жерде бүкіл тұран, өзбек, қырғыз, тәжік бауырларының барлығы да бізге жанкүйер болуда. Біз, Құдай қаласа, осы жолы футзалдан әлем чемпионы боламыз деген тәтті тілегіміз бар. Сіздер де өздеріңіздің әдемі тілектеріңіздің барлығын осында комментарийға жазыңыздар. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біз UFC-де жақсы деңгейде көтеріліп келе жатырмыз. Чемпиондарымыз, жауынгерлеріміз ол жақта да көбеюде. Соның ішінде чемпиондық белбеуге өте жақын қалған ол біздің Шафқат Рахмонов. Және осыған байланысты керемет жаңалық шықты. Ол, яғни өз салмағында, орта салмақтағы 77 кг салмақтағы чемпион Белал Мухаммад, ол өзінің Twitter парақшасында былай жариялаған болатын. Мен Усманға қарағанда Шафқат Рахмоновты чемпиондық белбеуге үміткер ретінде санаймын. Сондықтан да Шафқат Рахмоновпен жекпе-жек өткізуге контракт келетін болса UFC-ден мен дайынмын деді. Яғни Шафқат дайын, Белал дайын. Бұл уақытқа дейін қыздыру жұмыстары жүрді. Анан айтты, мынан айтты, екі жақта чемпиондық осы жекпе-жекті қыздыруға күштерін салды. Жалпы Дана Уайт осы қыздыруды арнайы тапсырма етіп берген секілді, және осы арқылы халықтың бұл жекпе-жекке қызығушылығы бар жоғын анықтап алғысы келген секілді. Енді бұл жекпе-жекке қызығушылық бар болғандықтан Белал дәл осындай әңгімені айтып жатқан шығар. Және осы арқылы екеуі чемпиондық белбеуге желтоқсан айында шығады деген үмітіміз бар, тілегіміз бар. Дәл осы жекпе-жек болса екен, және ол жерде біз Шафқат ол жерде әрине біз Шафқат Рахмоновқа жанкүйер боламыз. Жапондарды жапыратын, жапондардың түнгі қорқынышы Қаршыға Дәуітбек кеше тағы бір жапондықпен жекпе-жек өткізіп, ол жерде де нокаутпен жеңіске жетті. Өте тамаша жекпе-жек. Бұл жекпе-жек енді Қаршыға Дәуітбек өз стилінде дәл жапондарды қалай құлату керек екендігінің бір сыры бар секілді. Осы уақытқа қанша жапондықтарды дәл осылай керемет соққылармен нокаутқа жіберіп отырды. Жалпы бұл жігіттің болашағына үлкен сеніміміз бар. Алдағы уақытта MMA-ден, яғни мықты чемпиондық белбеулерді иеленеді деген сеніміміз бар. Қарақозы Әбдалиевті еске алуға арналған турнир Шымкент қаласында өз бастауын алды. Кеше ашылу салтанаты болды, бүгін жекпе-жектер басталды. Жекпе-жектерді ескеретін дүние, қызығушылықтар ол былай. Санжар Ташкенбай 48 килограммда, және де 54 килограммда Сәкен Бибосынов, және 57 килограммда Сабырхан Махмұт жүр. Яғни осындай өзгерістер бар екен. Аман Қонысбаев 75 килограммда жүр. Ал 71 килограммда Сабыржан Аққалықов, Талғат Шайкен және Абылайхан Жүсіпов арасында тамаша жекпе-жектерді көруіміз мүмкін. Әрине оған дейін басқа да қарсыластарын жеңуі қажет. Жалпы бүгін жекпе-жек басталды, ертең арғы күндері тіпті қыза түспек. Финалдар тіпті қызық болатын шығар. Оның барлығын барынша материалдарды тапсам, шортс форматында сіздерге ұсынатын боламын. Жалпы мен Сәкен Бибосыновтың 54 келіге ауысқандығына шын жүректен қуаныштымын. Себебі өзгеріс керек. Әрбір боксшы бір салмақта ғана тұра бермей, сол салмақты ғана зерттей бермей, басқа салмақтарға да ауысып келген кезде өз салмағының қадірін түсіне бастайды, өз салмағындағы кейбір олқылықтарды сырттан бақылайтын болады. Сондықтан да ол
өте дұрыс тәжірибе деп есептеймін. Жалпы өздеріңізге мәлім, біз Қазақстанда, қазақстандық боксшылар арасында, ерлер арасында екі дүркін әлем чемпионымыз жоқ. Дәл осы чемпиондықты бәлкім Сәкен Бибосынов алып берер, яғни 54 килограммда алдағы уақытта әлем чемпионатына қатысып, 54 килограммда чемпион шығып қалар. Сәкен Бибосынов екі дүркін әлем чемпионы болар деген үмітімізде жоқ емес. Өзіміздің керемет тақырыптарымызға оралайық. Кәсіпқой бокс жаңалықтары. Бірінші, бұл аптадағы ең үлкен жаңалық, бұл төрағамыз сайланды. Төрағамыз, бұл жерде былай түсіндірейік. World Boxing деген үлкен ұйым қазір етек алып келе жатыр. 2023 жылдың сәуір айынан бастап құрылған, және осы ұйым қарқынды түрде дамып келе жатыр. Мықты мемлекеттер, ақш, Ұлыбритания, Жапония сияқты мықты мемлекеттер дәл осында кірген, және ол мемлекеттер 44 мемлекетті осы уақытқа дейін енгізіп үлгерді 1,5 жылдың ішінде, және осы 44 мемлекетпен бірлесе отырып, олар алдағы уақытта одан да көп мемлекеттерді өздеріне тарта отырып, әлем чемпионаттарын, олимпиада ойындарын осы World Boxing ұйымы өткізбекші. Яғни осы уақытқа дейін IBA немесе AIBA өткізіп келген болса, енді ары қарай осы World Boxing ұйымдастырады. Және оның төрағасы өзіміздің Геннадий Головкин болып тағайындалды. Яғни Головкин бұдан кейін ары қарай төраға болып шешім шығаруларына тікелей әсер етеді. Бұл Орта Азия үшін өте тиімді шешімдердің бірі. Себебі төрағалар ол тең төраға болады, яғни бір ғана төраға емес, жалпы ол бұл World Boxing ұйымы сол тең төрағаларымен бірлесе отырып, осы мемлекеттер санын арттыру бойынша жұмыс жасайды. Соның ең алғашқысы болып, бірден Қазақстан бокс федерациясына келіп, Шахмұрат Мүтәліппен бірлесе отырып, келіссөз жүргізді. Яғни Шахмұрат Мүтәліп бірден келісімін беріп, World Boxing ұйымына өз өтінімдерін берді. Енді алдағы уақытта шешімді күтеміз. Шешім шығатын болса, біз World Boxing'ке өтеміз. Яғни біз Азия чемпионаттары әлі белгісіз, қалай өтетіндігі, IBA ұйымдастыратын болса, оған қатысамыз ба, қатыспаймыз ба Азия біріншіліктерінде, ал әлем чемпионаты және олимпиада ойындарына қатыса алатынымыз белгілі. Бірақ бұл жерде 2028 жылы халықаралық олимпиада комитеті, бокс емес, жалпы бүкіл олимпиаданы ұйымдастыратын халықаралық олимпиада комитеті боксты 2028 жылдан алып тастаймыз деген шешімді мәселені көтеріп жатыр қазір. Және осы үшін World Boxing ұйымы осы боксты сол халықаралық олимпиада ойындарында сақтап қалу үшін 2028-де олар World Boxing өз қолдарына алып жатыр. Жалпы бұл тақырып қазір көтеріліп отырған тақырып емес. Кезінде 2024 жылы да боксты алып тастаймыз деген болатын Париждің өзінен. Бірақ IBA ойбай деп жүріп, міндетті түрде бұл жерде әділ болады деп жүріп, қайтадан мінекей қайталап алған болатын, өздеріне қайтарып алып, және ол жекпе-жектерді өткізген болатын, және осыдан кейін ары қарай не болғанын өздеріңіз білесіздер. Тағы да былықтар шықты, тағы да басқа да мәселелер орын алды. Кейбір шешімдерге көптеген елдердің көңілдері толған жоқ. Соның әсерінен World Boxing енді жауапкершілікті өздеріне ала отырып, олимпиаданы және әлем біріншіліктерін өздері ұйымдастыруды қолға алып отыр. Соңғы жылдары жалпы әлем біріншіліктерінің өздеріне Куба мемлекеті бір қатысып, бір қатыспайды. ақш, Ұлыбритания мемлекеттері тіпті қатыспай жүрді. Сондықтан оның өзі соңғы әлем чемпионаттарының өзі мықты, яғни бүкіл әлем қатысып жатқан турнир есебінде еніп отырған жоқ еді. Яғни 20-дан астам мемлекеттер санкция салып тастайды, яғни өздері ол бокс кештеріне, бокс әлем біріншіліктеріне бармайтын еді. Яғни оның өзі сол спорттың, сол жарыстың деңгейін түсіріп тастайтын. Соңғы 2019-дан бері осындай жағдайлар орын алып келе жатыр әлем чемпионаттарында, бірақ соған қарамастан әлем чемпионаты өтіп жатыр. Оның деңгейі төмендеуі сөзсіз, төмендеп келе жатқаны сөзсіз. Енді ары қарай ол олқылықтың барын World Boxing өз жауапкершілігіне алып жұмыс жасайтын болса, онда мықты жетістіктерге жетеміз деген менің сеніміміз бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Оның барлығын әрине комментарийға жазыңыздар. Кеше ғана өздеріңізге мәлім, Зия Алиев керемет бокс кешін ұйымдастырған болатын, және бұл бокс кешінде түрлі ММА жауынгерлері, басқа да жауынгерлер барлығы да енді ат салыса отырып бұл жекпе-жектерді өткізді. Оның ішінде атап айтарлығы Қуат Хамитов пен Нұрбергеннің, яғни екі достың бір-бірімен бокс форматында жекпе-жек өткізуі. Енді жекпе-жекті қыздыру үшін неше түрлі сөздер айтылды. Лексусты берем деді, 2 Лексус берем деді Нұрберген, нокаутқа түсірсең деді. Енді Қуат та оның бәрін орындай алған жоқ, жеңді, бірақ енді менің ойымша жеңген жоқ негізі. Бокс ережесімен шынайы ударлардың нақтылығымен, мығымдылығымен есептейтін болсақ, Қуат Хамитов кем дегенде тең нәтижеге лайық болды, жеңіске емес.
Өздеріңіздің де пікірлеріңіз болатын болса, сол жекпе-жекті көрген болсаңыздар, әрине комментарийға жазыңыздар. Ал бұл жекпе-жекте Жанқош Тұраров жекпе-жек өткізе алмады. Оның енді себебін алдағы уақытта түсіндіріп жатар. Одан кейінгі ең маңызды нүкте бұл әрине Данияр Елеусіновтің жеңісі, қайта рингке оралуы. Зиялиевтің ұйымдастыруымен ИБА емес, басқа емес, ешқандай басқа чемпиондар түні деген секілді емес, нақты рекордына енетін керемет кездесу өтті, және осының арқасында бірден WBC бойынша арнайы чемпиондық белбеуді алды, және алдағы уақытта WBC Silver белбеуінен иегерімен жұдырықтасуы да әбден мүмкін. Және бұл жерде ескеретін дүние, Данияр Елеусінов осы жекпе-жектен кейін бірден WBC бойынша топ 15 тізіміне кірді, боксректің ресми ақпараты бойынша. Яғни бұның өзі Данияр Елеусіновтің болашағына үлкен үмітпен қарайтындығын олар көріп отыр. Яғни ұйымның өзі жалпы ұйымдастырушылармен, промоутерлермен, басшылармен сөйлеседі. Сол кезде Зиялиев уәде еткен болуы мүмкін, жылына 3 кездесуден өткізіп отырамыз. Сондықтан бізге көбірек қараңдар деген секілді, жекпе-жекті дұрысынан бағалаңдар деген секілді өтініш айталады. Және өтініштердің хаттарын жолдаған кезде ол ұйымдар әрине ол боксшыны тереңнен қарайды, тереңнен зерделейді. Сол кезде міне топ 15-ке алып келіп отыр. Алдағы уақытта мықты жекпе-жекті ұйымдастыратын болсам, жалпы Зиялиев өзі 27 желтоқсан күні тағы Қазақстанда Алматыда бокс кешін ұйымдастырамын деп отыр. Сол жекпе-жекте бәлкім Данияр шығатын шығар. Жалпы бұл бокс кеші бәрі керемет өткен. Мына жерде қарап отырсаңыздар, бұл фотода Зиялиевтің түрі кішкене настроениесі жоқ былай келген кезде. Не үшін? Себебі билеттер көп сатылмаған, арена толмаған, толық емес, тіпті жартысы да толмаған. Оның енді бірнеше себептері бар. Енді оның себептерінің ішінде ең маңыздысы бұл әрине жекпе-жектердің мықтылығы ғой негізі. Данияр Елеусіновке де ендігі келесі қарсыластар топ 10-нан келетін болса, және оның андеркартында бір жай ғана Қазақстандағы шулап жүргендер емес, әлемдік деңгейдегі, мықты деңгейдегі боксшыларды алып келетін болса, қазақтар да, жанкүйерлер де бәрі түсінеді ғой. Ненің шоу болайын деп жатқандығын, ненің шынайы жекпе-жек болайын деп жатқандығын, қай жекпе-жектің шынайы мықты екендігінше бәрін біледі негізі. Осы уақытқа дейін қанша журналистер сынап та жатыр ғой. Мешоктарды әкеліп қашанғы сабап қайтарып жібере бересіңдер деп ше. Өткенде 21 қыркүйекте бір жекпе-жек ұйымдастырылды. Бүкіл қазақ барлығын жеңіп, барлығын үйлеріне қайтарды. Енді ондай жекпе-жектер, ондай кештер енді өткізе беретін уақыт өтті деп ойлаймын. Мықты жігіттерді алып келу керек. Және сол мықты жігіттермен трэш-ток жасап, солай алдын ала жаттығу лагерлерін ұйымдастыратын болса, бәлкім билеттер көбірек келесінде сатылады деп мен өз басымда есептеймін. Сондықтан келесі жекпе-жектерге біз де енді жанкүйер болайық. Жалпы ұйымдастырушылар да мықты қарсыластарды біздің боксшыларға алып кеп берсе, біздің ішімізде жүргенде мықты боксшыларды сол жерге шығарса, мысалы Данияр Елеусіновтің андеркартындағы боксшылардың ешбірін сіздер де танымайсыздар негізі. Сондықтан енді бір-екеуін тануыңыз мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта мықты жұлдыз болып жүрген, кәсіпқой бокспен профессионалды түрде айналысып жүрген боксшыларды көбірек шақыру керек. Ондай жігіттер көп негізі. Батыр Жүкенбаев, басқа Садреддин, олардың барлығы да жекпе-жек өткізуге құмар. Әрине, бірақ Қазақстанда өткізбей ақ қойса да болады негізі. Көбірек Америкада өткізгенін де қалаймыз. Дегенмен Қазақстанда ұйымдастырса да мықты жігіттерді, мықты қарсыластарын қойып беру керек. Сол кезде халық та түсініп, бұл жекпе-жектің шынайы барып көруге тұрарлық екендігін біліп, сол жерде қанды төбелес болатындығын, сол жерде техниканың, IQ-дің барлығының төбелесі болатындығын, жан алып, жан шығатын керемет жекпе-жектер болатындығын білгеннен кейін, сезгеннен кейін халық та толады деп мен өз басым сенемін. Сондықтан алдағы уақытта қандай бокс кеші ұйымдастырылса да, біздің жігіттер енді келесі деңгейлерге, мықты қарсыластар деңгейіне шыға берсе екен деген тәтті тілегіміз бар. Жалпы осымен апта қорытындысын қорытындылаймыз. Керемет жаңалықтарымыз көп болды. Бүгін футзалдан керемет жаңалық тағы да естиміз деген ойдамын. Келесі апта футзалдан 2 ойынымызды да жеңіспен аяқтадық деп, Құдай қаласа айқайлап тұрып, қуанып тұрып шығаратыныма мен кәміл сенімдімін. Сіздер де сенімді болыңыздар. Және де бізді қолдаңыздар, біздің спортшыларды қолдаңыздар. Оның барлығын қолдап жанкүйер болатын әрине біз. Осы тұста өздеріңіздің тәтті тілектеріңіздің барлығын біздің комментарий бөліміне жаза беріңіздер. Болды. Sizin dilekleriniz
тәтті